магистранттар. Мұнай газ өңдеу өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны қорғау пәні бойынша мұнай газ кен өнеркәсібінің ластаушы көздерінен бөлінетін газ түріндегі заттардың қауіптілік кластары. Жоспар: мұнай газ өндірісінің жалпы сипаттама. Ластаушы көздерден бөлінетін газ тәрізді заттар, газ түріндегі заттардың қауіптілік кластары. Мұнай мен газ адамзат тіршілігінде қажетті шикізат болып табылады. Мұнай мен газды өндіру, өңдеу еліміз экономикасының дамуының қайнар көзі болғанымен, бұл үлкен экологиялық дағдарысқа қарай бет бұрып, мұнайды бұрғылауда, шикізаттардың төгілуі, топырақ, атмосфера, суды ластап қана қоймай, қазіргі таңда ол адамзатқа да өзінің денсаулығына кері зиянды әсерлерін тигізуде. Мұнай газ өндірісінің барлық процесі, яғни қоршаған ортаға белгілі бір мөлшерде зиян келтіреді. Бұл қоршаған ортаның мұнай мен мұнай газ өнімдерімен ластануы қазіргі таңдағы ең күрделі экологиялық мәселелердің бірі болып табылады. Енді біздің еліміз өзінің көмірсутек шикізатының жалпы қоры бойынша, яғни бұл осы әлемдегі алдыңғы қатарлы 15 жетекші елдің қатарына кіреді. Өзінің қоры бойынша міне қазіргі таңда біздің елімізде осы 172 мұнай және 42 конденсатты кен орны орналасқан. Соның қазіргі таңда біздерде, яғни 62% игеріліп, яғни 80-нен астам бізде кен орындары игерілді, яғни 62% деп айтамыз біздер. Міне, және біздерде ірі кен орындары бар. Мұнай кен орындары Теңіз, Қашаған, міне қазіргі уақытта осы әлемдік үлкен маңызға ие болып отырған Қарашығанақ газ конденсаты, не тағы басқа, яғни ірі мұнай газ кен орындары біздің еліміздің территориясында орналасқан. Мұнай газ өндірісіндегі қоршаған ортаның ластануы, мен айтып кеттім, яғни іздеу, барлау, мұнай газ өндіретін жаңағы скважиналар құрылысынан басталады. Яғни бұл кезде осы ластаушы көздерден, яғни біздің қоршаған ортаға белгілі мөлшерде, яғни ластаушы заттар бөлінеді. Мысалға азот, көміртек оксидтері, бұрғылау жаңағы сұйықтықтары, шаң, ерітінділері, тағы басқалары. Бұрғы мұнарасынан 800 метр қашықтыққа дейінгі топырақ пен өсімдіктер бұрғылау сұйықтығымен ластанады. Яғни бұл бұрғылау сұйықтығы деп отырғанымыз, скважина сұйықтығы, бұның құрамында 20-ға жуық химиялық реагенттер болады екен. Ал мұнай кешенінің құрамында 40-тан астам ластаушы көздері болады. Яғни олар белгілі мөлшерде қоршаған ортаға, яғни әсер етеді. Мұнай газ саласының барлық өндірістік объектілері, яғни қоршаған ортаны әртүрлі өте көптеген қауіпті зиянды заттармен ластайды. Газды ластаушы заттарға бұған, яғни мұнаймен біргелес шығатын ілеспе газдар, көміртектің оксидтері, азот, күкірт оксидтері, күкіртті сутек газы, ұшқыш көмірсутектер және тағы басқалар. Бөліп шығарылған көмірсутектердің негізінде 75% атмосфераға, 20% суға, 5% топыраққа түсетіндігі анықталған. Басқаларға қараған уақытта атмосфераға жеңіл көмірсутектер жиі тасталады. Олардың шоғырлануы белгіленген мүмкін шектерден жиі артып кетіп жатады. Яғни мұнай газ өндіруші кәсіпорындар ауданының атмосферасына негізгі ластаушыларға көмірсутектер, күкірт тотықтары, азот,
көміртегінің тотықтары, ұшқыш көмірсутектер және шаң дейді, қатты бөлшектер жатады. Атмосферада жинақталып ластаушылар ауадағы оттегі мен ылғалдылықтың әсерінен бір-бірімен әсерлесіп, гидролизденеді, тотығады. Сонымен қатар радиацияның әсерінен өздерінің құрамын өзгертеді. Улы қоспалардың атмосферада болу ұзақтығы олардың химиялық қасиеттерімен тығыз байланысты. Мысалға, күкірттің диоксиді ол 4 күн, күкіртсутегі 2 күн, тағы басқа газдар осылай белгілі мөлшерде сол аймақта болады. Ауаны ластайтын негізгі заттар бұл көміртектің тотығы, көміршыл газы, күкірт ангидриттері, азот қосылыстары, метан және басқа да газ тәріздес көмірсутектер, шаң, тозаң, күл. Атмосфералық ауа бұл яғни қоршаған ортаның атмосфера газдарының табиғи қоспасы болып табылатын компонент. Яғни осы атмосфералық ауаны қорғау, бұл енді бізде мемлекеттік қоғамдық шаралар жүйесі болады қорғаудың. Ал ауаның ластануы деп отқанымыз, яғни атмосфералық ауаға зиянды ластаушы заттардың ауаға түсуі немесе сонда пайда болуы. Ал атмосфералық ауаның сапасы деп отқанымыз, бұл атмосфералық ауаның гигиеналық және экологиялық нормативтерге сәйкестігі дәрежесін көрсететін, яғни қасиеттерінің жиынтығы. Атмосфералық ауаның жай-күйін бағалау мақсатында ауа сапасының экологиялық нормативтермен, яғни жол берілетін шекті деңгейлер белгіленген. Яғни арнайы шекті шығарындылардың нормативтері белгіленген. Экологиялық қауіптілік дәрежесі біріншіден өндірілетін көмірсутектің құрамына байланысты, яғни бөлінетін көмірсутектердің негізгі бөлігі құрамына байланысты, химиялық құрамына байланысты деп отырмыз. Ал қазіргі уақытта мұнай және мұнай өнімдерінің 1% мен 16% аралығында дейді, өндіру, дайындау, өңдеу, тасымалдау үрдістерінде олар шығындалып отырады екен. Ал барлық осы технологиялық үрдістер деп отырғанымыз барлау, бұрғылау, өндіру, тасымалдау, өңдеу. Заттардың қауіптілік дәрежесін бағалау үшін, яғни шектеулі ауалы концентрациядан басқа олардың қауіптілік класы да қолданылады. Сондықтан ауаның ластану дәрежесін бағалау ластаушы заттардың қауіптілік класын ескере отырып жүргізілуі керек. Ауаның ластану қаупінің дәрежесі бойынша ластаушы заттар 4 классқа бөлінеді. Бірінші класс, яғни мына кестеде сіздерде берілген, айрықша қауіпті, екінші жоғары қауіпті, үшінші орташа қауіпті, төртінші болымсыз қауіпті деп белгіленген. Отандық стандарт бойынша зиян заттар классификация және орта қауіпсіз талаптары барлық өндіріс қалдықтары қауіптілік бойынша, яғни 4 классқа жіктеледі. Яғни бұлар аса қауіпті, жоғары қауіпті, орташа қауіпті, қауіптілігі аз дейді. Ол да міне арнайы кестеде берілген. Енді атмосфералық ауа құрамында кейбір заттардың өзінің шектеулі ауалы концентрациясы болады. Енді мына жерде кестеде көрсетілген. Енді бізде ең жаңағы көп кездесетін мысалға күкірттің диоксиді, бұның қауіптілік класы 3. Оның максималдық бірлігі 0,15 мг метр куб, ал орташа тәуліктік бірлігі 0, яғни 105 мг метр куб. Екінші күкіртсутек. Күкіртсутек бұл қауіптілік класы 2-ге жатады, яғни максималды бірлігі бұл 0,108 мг метр куб. Міне осылай қалғанда мына жерде берілген, яғни біздің қосылыстарымыз, химиялық заттарында қосылыстар, бұлардың қауіптілік кластары берілген және максималды бірлік, орташа тәулік бірлігіндегі, яғни шектеулі ауалы концентрациялары берілген таблицада. Атмосфера ластауының басты белгісі ластағыш заттардың ШМК-сы болып табылады. Атмосфералық ауаның санитарлық сапасын анықтау үшін ондағы ластағыш заттардың мөлшерін көлемі 1 метр куб ауадағы миллиграммен алынған салмағымен бағалайды. Атмосфераны ауа ластайтын әрбір заттар үшін 2 норматив орнатылған. Біріншісі 20 минут өлшеу кезіндегі максималды мүмкін болатын концентрация, екінші ұзақ уақыт аралығында орташа тәуліктік мүмкін болатын концентрациясы. Рұқсат етілген шоғырлану, яғни бұл
шоғырланудың рауалы концентрациясы, олардың миллиграмм метр кубпен өлшейді. Қоршаған ортаға антропогенді жүктемені төмендету, ластауыш заттар шығарындыларын және шығарындыларын азайту мәселелері қарастырылады. Яғни бұлардың барлығы арнайы стандарт бойынша жүзеге асырылады. Жұмыс зонасындағы шектеулі рауалы концентрация дегеніміз, бұл әр күнге 8 сағаттық жұмыс немесе бұдан да ұзақ уақыт болуы мүмкін, бірақ аптасына бұл уақыт 41 сағаттан артық болмайды. Яғни шектеулі рауалы концентрация бөлінеді, бір реттік максималды, сосын орташа тәулік болып. Енді өнеркәсіптік атмосфералық ауаның ластануы, ол білеміз, екі бағытта, яғни табиғи ластану, антропогенді ластану. Негізгі экологиялық нормативтер мына жерде көрсетілген, бізде кестеде арнайы. Енді мұнай газ өндірісіндегі атқарылатын барлық іс-шаралар бұл Қазақстан Республикасының заңына, қоршаған ортаны қорғау, мұнай жөнінде, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану заңдарына сәйкес іс-шаралар жүргізіледі. Атмосфера ауа сапасының экологиялық нормативі, шекті мөлшердегі шоғырлануы, жол берілетін шекті шығарынды нормативтер, бұлардың барлығы, яғни заттардың атмосфера ауаға шығарылу нормативтері болып табылады. Енді атмосфера ауасының ластану жағдайын бағалаудың өзінің бірнеше критерийлері бар, ол мына кестеде берілген. Шекті шығарынды жобасы дейді. Бұл да біздің Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің талаптарының негізінде 1-4 санаттағы қолданыстағы объектілер үшін әзірленеді. Шекті рауалы концентрация мына жерде, яғни жұмыс зонасындағы максималды бір жолдық, өнеркәсіп территориясындағы максималдық бір жолдық, сосын елді мекен атмосфералық ауасының шектеулі рауалы концентрациясы, оның өзі максималды және орташа тәуліктік болып бөлінеді. Енді біздер осы атмосфералық ауаға бөлінетін ластауыш заттардан бөлінетін газ түріндегі заттардың ішінде ең көп кездесетін бұл көміртектің тотықтары, азот, күкірт тотықтары дедік, күкіртсутек дедік. Енді сіздердің алдарыңызда мына кестеде, яғни сол ең көп кездесетін ластауыш заттарға жалпы сипаттама берілген. Мысалға, бірінші көміртектің тотығы, яғни бұл көмір қышқыл газ дейміз. Бұл түссіз, дәмсіз, иіссіз газ. Мына жерде енді бұл ауада, яғни 300, мысалға, шектеулі мөлшерлі концентрациясы жұмыс зонасын, жұмыс аймағында бұл көмір тотығының бұл 20 миллиграмм метр кубқа теңдейді. Егер одан ары қарай аса беретін болса, онда ол 3600 миллиграмм метр кубқа жеткен уақытта, яғни бұл адамдардың ары қарай қаза болуы ықтимал. Шекті көмірсутектер, бұлар енді органикалық көмірсутектер, бұлардың да яғни сол болуы шектеулі мөлшерлі енді шамасы 300 миллиграмм метр куб. Одан кейін табиғи газ, бұл көмір сутектер құрамында болатын метан, этан, тағы басқа газдардың өздерінің белгілі бір мөлшерде бұлардың болуы. Бұл енді мұнаймен бірге ілесіп шығатын ілеспе газдың негізгі құрам бөлігі метан болып есептелінеді. Меркаптандар, күкіртті сутек, енді осы газдардың ішінде күкіртті сутек, бұл енді ауа бассейнін ластайтын ең бір тірі ағзаға өзінің кері әсерін тигізетін газдардың бірі. Ол атмосфералық аймағында және белгілі бір жұмыс зонасында болатын өзінің белгілі бір мөлшерлері бар. Оны таблицада бізде көрсетілген. Енді атмосферада бұл күкіртті газдар ұзақ сақталмайды. Ол 2-3 аптадан ылғалды атмосферада аммиак болған жағдайда бірнеше сағаттарда дейін сақталады. Ары қарай олар фотохимиялық реакциялардың әсерінен тотығып, яғни күкірт қышқылын түзейді. Сөйтіп, бұл қосылыстардың ары қарай қауіптілігі артып, бұл жел арқылы ауа массасымен көшіп, яғни олар қышқылды жаңбырлар түрінде, яғни жерге қайтадан
жаңбыр арқылы жерге түседі екен. Енді атмосфералық ауаны ластанудан қорғаудың қазіргі таңда бірнеше әдіс түрлері бар. Ол мына таблицада көрсетілген. Енді мұнай газ операцияларын барлығын жүргізген уақытта бұл қоршаған ортаға белгіленген эмиссиялар бар. Сол белгіленген ластауыш заттардың шығарындыларын жол берілетін шекті нормативтерден олар аспауы қажет. Және бұның барлығы біздің Қазақстан Республикасының арнайы заңдарына сәйкес бақыланып отырады. Атмосфералық ауаның құрамында, яғни қандай газдардың бар екендігін біздер білеміз. Ауа деп отырғанымыз әртүрлі газдардың қоспасы, яғни оның құрамында азотта, көміртектің оксидтерде, көмірқышқыл газы, метан, сутек, тағы басқа газдар болады екен. Яғни біздер мұнай газ өнеркәсібінде қоршаған орта, оның жеке объектілерін ластауда, яғни олардың әртүрлі өндіруде, дайындауда, тасымалда, сақтауда өзінің пайдалану аумағы қазіргі таңда кеңеюде. Сондықтан бұл осы мұнай газ өнеркәсібінде біздер әрбір бөлініп шығатын ластауыш заттың қауіптілік класын анықтай отырып, олардың табиғи ортаға тигізетін әсерлерін білуіміз қажет. Және сол бағытта атқарылатын жұмыстарды дер кезінде орындап, яғни қоршаған ортаның бүлінуіне біздер жол бермеуіміз қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.